Ассалямағалейкум баршаңызға. Менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағынан керемет болып шығатын сметанниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырын дайындау үшін бізге жұмыртқа, ұн, сары май, қант және қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен таза ыдысымызға ұн мен қопсытқышты осылай електен өткізіп саламыз. Одан кейін қантымызды және де сары майымызды саламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп жасайсыздар. Сары майымызды ұнға осылай малып, ұнтақтап шығамыз, яғни крошка жасайтын боламыз. Кейін үстіне жұмыртқамызды салып, қамырымызды біріктіріп аламыз. Одан кейін қамырды пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа 30 минутқа тындырып аласыздар. Біздің қамырымыз 30 минутқа тынып тұрды. Енді формаға екіге бөліп, яғни бір жартысын астына осылай салып шығамыз. Екінші бөлігін жандарына видеода көрсетілгендей етіп салып шығасыздар. Қамырды осылай қолдарымызбен нығыздап басып шығып, кейін шанышқымен бір тегіс болып шығу үшін үстінен осылай тегістеп аламыз. Шанышқымен осылай істеп шықсаңыздар, қамырларыңыз тегіс болып әдемі болып шығады. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Бізге оған дүкеннің қаймағы, қант, жұмыртқа қажет болады. Мен дүкеннің 20% қаймағын пайдаландым. Ыдысымызға қаймақты салып, үстіне қант, жұмыртқаларды салып, бәрін венчикпен араластырамыз. Шанышқымен де араластырсаңыздар болады. Қамырымыздың үстіне салмамызды құйып, қызып тұрған пешке 35-40 минутқа қоямыз. Мінекей достар, біздің сметаннигіміз осылай әдемі, нәзік болып шықты. Дәмі енді сөз жоқ, керемет болады. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге міндетті түрде кеңесімді берем. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алда сіздермен талай керемет видеолармен, рецепттермен бөлісемін. Сіздермен болған Айгерім.